осылай 7 штук сәбіз, 2 штук пияз, май, қиырық май, яғни ет қазір қосайын деп жатырмық. Осылай қазір осыларды турап, бүгін мен плов жасайын деп жатырмын. Ал кеттік, енді тураймыз сосын. Осылай турап аламыз, міне. Осылай. Осылай қысымызға саламыз. Майлан қолым түс қалды. Міне осылай пиязымызды турап аламыз. Міне бір пиязымды турадым мен. Қазір екінші пиязымды турайым. Осылай міне пиязымды мұнда ыдысқа саламыз. Қатты қызып тұр. Енді тұз болған етімізді өте қатты қызып тұр. Міне көріп тұрсыздар. Осылай қуырып аламыз. Екі ретінде. Қазір кішкене қуырған соң мен мына бетін алдыратын боламын. Міне осылай көріп тұрсыздар, міне осылай қуырып аламын. Және де айтарым, мұнда қазыны жуасықтармен кішкене кесіп. Міне осылай былай кесіп асаңыздар болады. Екінші бетін анатқанда, тоже екінші бетінде осылай кесіп алға болады. Қазір қайнаған кезде де араларына ауа кіру үшін. Көрдіңіздер, иә? Міне осылай қуырылды, көріп тұрсыздар, иә? Қызылдау болып қуырылды. Енді осыған пиязымызды саламыз. Пиязымызды салып, тағы кішкене қуырып аламыз. Пиязымызды салдық. Өте дәмді палау істейміз, қазір пісіреміз, яғни. Міне осылай. Бір қозғап алдым. Пияздарын майға батты, байғап тұстырмын. Етім майларын бетіне шығардым. Міне осылай. Бір қозғап алып, осылай. Пиязымыз қызарғанша қуырамыз. Пиязымыз әлі тірі өлу керек, ә? Қызарған кезде, пиязымыз қызарған кезде сәбізімізді саламыз. Осылай қуырып жатқан кезде мен кристалл, мұндағы менде кристалл. Осы кристаллымды осылай сүйемін. Жарты чайник ложка. Ет жұмсақ болу үшін. Міне, пиязымыз сарғайды, уже қызарды, яғни. Енді морковымызды саламыз, сәбізімізді. Осылай сәбізімізді салып, енді бір қозғап аламыз қазір. Міне, осылай қуырып аламыз енді морковымызды да. Осылай енді міне морковымызды жинап қоямыз кішкене. Осылай, осы рецепт бойынша осылай істесеңіздер өте дәмді болып шығады. Ет те жұмсақ болып шығады, кішкене кристалл болсаңыз кейін дәмі де әдемі болады. Морков көп болса, пияз көп болса егер, тамақ өте дәмді болады. Осылай болғанша мен қуырып аламыз. Сәбіз де өледі мұнда, міне. Сәбіз де кішкене, пиязда кішкене кеңкейіп, түрейіп, оның емес бір-екі штук қана. Енді су құямын. Су қалай құямын? Мен қанша кесе істеймін? Кесемен өлшеймін мен енді. Мен егер екі кесе істейтін болсам, екі кесе су құямын. Мен суымды құйып алдым. Мен мынандай кесемен 2,5 орта кесе құйдым. 2 кесе күріш басам бірақ. Неге десеңіздер, мен бұны 30 минут қайнатам. Ет пісу үшін, жұмсақ болу үшін. Және еттің кішкене сұрпаға дәмі шығу үшін де. Міне осылай. Енді қайнаған күтеміз. Күрішімізді жуып дайындап аламыз. Міне, мен орта кесем бұл. Осымен 2,5 орта кесе су құйдым. Енді 2 орта кесе күріш салып басам. Осылай 3-4 мәрте жуып аламыз. Суды көріп тұрсыздар ма, қандай болады? Осы суының түрі жақсы болғанша 3-4 мәрте жуғанда кәдімгі тап-таза су шығады. Мұндай қазір таза су емес, күріш су. Біздің қайнап жатыр сорпамыз. Сорпа болғанда қазір күріш палаудың сорпасы, яғни палау күріш саламыз. Мінекей, қайнап жатыр. Өте астын жай қойып қойдым мен, міне. Енді тұзын көремін. Егер кем болса, тұз саламын. Міне осылай қайнайды. Жай 30 минут қайнатамын. Тұзын салдым. Мен ешқандай приправа қоспаймын. Ешқандай дәмдеуіштер қоспаймын. Тек кристалл ғана қосамын, тұз қосам, болды.
зере қосады, приправа қосады болсын, ал маған олар ұнамайды. Егер сіздерге ұнаса қоссаңыздар болады. Мен сәбізін көп қылған жақсы көремін. Сәбізі көп, палау, плов өте дәмді болады. Міне, бізде 30-35 минут уақыт болып қалды. Енді бұған астын қатты қоямыз, қатты қайнайды и күрішімізді саламыз. Былай күрішті салып алдық болмай. Енді суы татылғанша қайнау керек. Осындай плов дайын болды. Ыстық палау қазір біздің негізі міне. Былай істесем енді қазір прям. Мінекей, менің пловым дайын болды. Плов өте күшті болып шыққан, дәмді. Енді бізге ас болсын.